Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қайырлы күн. Бүгінгі вебинарымызға қош келдіңіздер. Вебинарымыздың мақсаты бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қабілеттерін дамыту әдістемелік ұсынымы бойынша бүгін біз өзіміздің тәжірибемізді бөлісетін боламыз. Алғашқы сөзімізді Байгелова Шолпан Тұрсыновнаға береміз. Байгелова Шолпан Тұрсыновна Қарағанды қаласы Нұркен Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог, зерттеуші. Сөз өзіңізде, Шолпан Тұрсыновна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қош келдіңіздер біздің вебинарға. Бүгінгі біздің сіздерге таратайын деп отырған тәжірибеміз бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қабілетін дамыту әдістемелік ұсынымы 4-ші сынып оқушыларына арналған. Бұл бағдарламаны дайындаған бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеушісі Касымова Дина Кенкуловна және бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Байгелова Шолпан Тұрсыновна. Бұл әдістемелік ұсыным негізі 6 бөлімнен тұрады. Әдістемелік ұсынымды құрастыруға не себеп болды? Әдістемелік ұсынымның практикалық маңызы ғылыми ойлаудың бастапқы дағдыларын қалыптастыруға, оқушыны айналасындағы құбылыстарға зер салып, қарауға баулуға, өз ойын дәлелмен айтуға, зерттеу нәтижесін жүйелі баяндауға үйретуге, қарапайым тәжірибелер арқылы ғылымға деген қызығушылықты арттыруға мүмкіндік береді. Ал екінші, әдістемелік ұсынымның ерекшелігі неде? Әдістемелік ұсынымның ерекшелігі ғылыми зерттеу элементтерін ойын арқылы баланың табиғи қызығушылығына сүйене отырып ұсынуы. Мұнда күрделі ұғымдар мен әрекеттер оқушының қабылдауына жеңіл, түсінікті тілде практикалық тапсырмалармен сабақтастырылып беріледі. Бұл тәсіл баланың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, зерттеу әрекеттеріне деген сенімін нығайтады. Сонымен қатар, әдістемелік ұсыным бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын кезең-кезеңмен жүйелі дамытуға бағытталған. Қарапайым бақылау мен тәжірибеден бастап, жобалық жұмысқа дейін түрлі деңгейдегі тапсырмаларды қамтиды. Оқушылардың сенімділігін, жауапкершілігі және сөйлеу мәдениетін арттыруға жағдай жасалады. Қорытындылай келе, бұл әдістемелік ұсынымның нұсқаулары бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын кезең-кезеңмен дамытып, оларды белсенді оқу әрекетіне тартатын, ғылыми ойлауға бейімдейтін тиімді педагогикалық құрал. Осы нұсқауларды жүйелі қолданып, мұғалім оқушылардың танымдық әлеуетін барынша аша алады. Қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін ұсынымның мазмұны қай құжаттарға сүйеніп ұсынылды? Бұл әрине бірінші өзіміздің ОСО-ға және оқу бағдарламасына және бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қабілетін дамытудағы әдістемелік ұсыным бар, соған сәйкестендіріп құрастырылған. Келесі, әдістемелік ұсынымы арқылы қандай жаңа нәтижелерге қол жеткізуге болады? Ал бірінші, мұғалімдер оқушылардың зерттеушілік дағдыларын жүйелі қалыптастыруға бағытталған тиімді әдістерді меңгереді және оларды оқу үдерісіне шығармашылықпен енгізе алады. Сонымен қоса, оқушылар ғылыми мәселені анықтау, болжам құру, ақпарат іздеу, талдау жасау және қорытынды шығару сынды зерттеу әрекеттерін саналы түрде орындай алатын деңгейге жетеді. Пән мұғалімдері оқушыны зерттеу жұмысына қызықтырудың тәсілдерін терең түсінеді және жас ерекшелігіне сәйкес бейімделген тапсырмалар арқылы зерттеушілікке баулиды. Келесі, оқыту процесінде қандай пәнаралық байланыс? Ал бұл жерде біз оқыту процесінде
Бұл орта буынға барған кезде балалар жаңа пәндер өтеді ғой. Сол пәндерге бастама болып саналады. Мысалы, химия, физика, география, және 5-ші сыныптан өтетін жаратылыстану пәндеріне фундамент бола алады. Келесі, ұсынымын жүзеге асыруда қандай педагогикалық технологиялар, сабақты ұйымдастыру формалары, оқу құралдарының әдістері мен тәсілдері оңтайлы болып табылды деп ойлайсыз? Ал бұл жерде біз көптеген педагогикалық технологияларды пайдаландық. Мысалы, дамыта оқыту, сын тұрғысынан ойлау, және зерттеушілік әрекеттері. Енді атап өтетін болсақ, осы әдістемелік ұсынымда ең бір тиімді технологиялардың бірі ол жобалау зерттеу технологиясы. Бұның ерекшелігі оқушылардың осы жобаға деген қызығушылықтарын арттыру. Және де бұл жобаның нақты тиімділігі әр оқушы жоба қорғай бермейді ғой. Әсіресе бастауыш сыныпта оқушылар жоба қорғау кезінде бір қорқыныш немесе өзіне бір сенімсіздік бойында болады. Сондықтан ондай оқушылардың жобаға деген қызығушылығын арттыру үшін ең бірінші біз диалог арқылы сұрақ жауап қоямыз ол балаға. Яғни ол бала жаңағы зерттеу жұмыс нені жақсы көреді, немен айналысқанды ұнатады бос уақытында деген сұрақтар қою арқылы біз оқушылардың қай бағытта қызығушылығы бар екенін анықтап алады бұл технология арқылы. Содан кейін сол арқылы жұмыс жасайды. Енді әдіс ең тиімді көптеген әдістер қолданылды. Соның ішінде тиімді әдістерге тоқталатын болсақ, бұл эвристикалық әдіс. Эвристикалық әдісте оқушылар мысалы кез келген пәнде бір сұрақтар қойылады өмірге байланыстырып. Сол сұрақтарды негізі біз мұғалім ретінде бірден жауабын айта саламыз. Осы эвристикалық әдістің ең бір тиімділігі оқушылар қойылған сұрақты оны өздеріне біз қайтадан бағыттаймыз. Үй жұмысы ретінде, қосымша тапсырма ретінде біз береміз. Осы сұрақты интернет арқылы немесе ата-ананың қолдауымен, көмегімен осы сұраққа жауап іздеп кел деп жалғыз жаңағы бір оқушыға ғана бермейміз, барлық оқушыларға біз осы сұрақты жауабын тауып келдер деп келесі сабаққа тапсырма беріледі. Содан кейін келесі сабақта осы туындаған сұрақтарды оқушылар өздері жауаптарын тауып әкеледі. Міне бұл зерттеу жұмысына бір тиімді әдістің бірі болып саналады. Келесі енді біз осы әдістемелік ұсынымның түсінікхатта жазылған бізде 4-ші сыныпқа арналған 34 сағат қысқа мерзімді сабақ жоспарлары ұсынылды. Бұл сабақ жоспарлары бізде әр тапсырма Блум таксономиясының 6 кезеңдеріне арналып 3 тапсырма берілді. Және дескрипторлар берілген. Бұл қосымша ретінде осы әдістемелік ұсынымға тіркелген. Енді нақты практикалық жұмысқа келетін болсақ, бізде өте көптеген зерттеушілік бағытта, жобаны қорғау бағытында көптеген жұмыстар жүргізілді. Соның ішінде біз үздік жоба қалалық ғылыми зерттеу жобасына қатыстық. Бұл жобада біз чия тұқымы арқылы, өздеріңіз экранда көріп отырғандай, осындай біз чия тұқымы арқылы көк шөпті өсірдік. Бұл жобаға бір ғана оқушы қатысқанымен, бұл шөпті барлық оқушылар бірігіп, сыныптағы 25 оқушы 25 осы көк шөпті біз өсіріп шығардық. Бұл үздік жобада Құсайынова Аялым жүлделі 3-ші орынға ие болды. Өте қызықты өтті. Және де бізде осы әдістемелік бастауыш сыныпта оқытудағы оқушылардың зерттеу қабілетін дамытудағы әдістемелік ұсынымда біз жыл сайын зерттеушілік конференция тәжірибе алаңын өткізіп отырамыз, өздеріңіз экранда көргендей. Және де Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасында 5-ші телеарна диктор Сәбитова Әсел Құсайынқызымен осы біз зерттеу жұмыстарын қалай жүргіземіз, сол тақырыпта пікірталас жүргіздік біз. Содан кейін жыл сайын біз жас Эйнштейн зерттеу жұмысы
ұйымдастырамыз, жобасын ұйымдастырамыз. Әрине бұл зерттеу жұмыстарында ең бірінші көңіл бөлерлік жағдай өте жас ерекшеліктеріне жай және қауіпсіз болу керек. Бұл әдістемелік ұсынымда да бізде берілген қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде оқушылармен таныстырып, естеріне сала отыруымыз керек. Бұл зерттеу жұмыстарына оқушылардың барлығы жұмылдырылып қатысады. Содан кейін бізде осы зерттеу жұмысында ең бір үлкен бір проект бұл мен кім боламын өскенде мамандық таңдау бойынша көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде жаңағы мамандық бойынша бағытында да жоба жүргізілді. Ең үздік биолог, ең үздік географ, ең үздік жаңағы тарихшы, ең үздік жаратылыстану пәндері бойынша осындай сайыс өткізіп, және соңында біз оқушыларды әрине марапаттаймыз және мониторинг жүргізіп отырамыз. Жылдың соңында осы зерттеу жұмысында алған білімдерін қорытындылай келіп, галерея әдісі арқылы оқушылар өздерінің жеке-жеке портфолиоларын қорғайды. Бұл да үлкен бір жетістік деп айтуға болады. Және бізде жыл сайын бұл әдістемелік ұсынымды біз 3 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмыз. Және жыл сайын оқуға құштар сынып жобасы қатысу аясында біз жылда оқушыларға оқу күнделігі бойынша жұмыс жасаймыз. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, биылғы 2024-25 оқу жылындағы зерттеу жұмысына нәтижелер берілген. Бұндай нәтижелер бізде жыл сайын өткізіліп отырады. Бұл қалай жұмыс істейді? Және бұл оқу күнделігіне оқушылар аптасына 1 рет жаратылыстану пәні бойынша бір энциклопедиядан сол бағытта қызықты бір мәліметті жазып әкелу керек. Және дүйсенбі сайын ол әр балада қорғалады жоба ретінде. Оған біз уақыт бөлеміз, содан кейін мониторинг осындай жүргізіліп отырады. Соңында осындай зерттеу жұмыстары нәтижелерінде біздің жаңағы сынып оқушыларының бұл білім сапасына оң әсерін тигізгенін көруге болады. Енді біз осы әдістемелік ұсынымның қорытындысын айта кетсек, қандай біз қорытындыға келдік. Бұл қорытынды бойынша бізде оқушылардың оқуға деген зерттеу жұмысына деген қызығушылықтары арқалады. Және жобалық және зерттеушілік әдістерге кіріктіруге көмектеседі. Және әртүрлі жастағы оқушылармен жұмыс істеуге бағытталады. Яғни біздің әдістемелік ұсынымыз бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдысын қалыптастыруға өте оң әсер етеді. Және оқушылардың зерттеушілікке баулитын бұл тәсілдер бұл ғылыми қызығушылығын дамытады, сыни және шығармашылық ойлауын қалыптастырады, нақты әрекет арқылы білімін тереңдетеді, өзін зерттеуші ретінде сезінеді және зор мүмкіндік береді. Енді өздеріңіздің бүгінгі біздің вебинар арқылы сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюға болады. Біз осы сұрақтар арқылы сіздерге жауап беруге дайынбыз. Қандай сұрақтарыңыз бар? Теміртау, Саран қаласы, Бұқар Жырау аудандарында сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер. Сұрақ жоқ қой, сұрақ жоқ па?